Гүлдерімді суарып қояйын. Міне, олар қуаныптыр. Енді мияуға сүт құямын. Ала қой, дәмді ме? Саған ұнайтынына қуаныштымын. Әдемі күнің болсын, досым. Субханаллах, Аллаху акбар, ла илаха иллаллах, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллах. Сами, сен келдің бе? Қош келдің. Сәлем Аян. Саған шағын сыйлығым бар. Вау, рахмет саған. Қарашы, қандай әдемі қаптама. Өрт сөндіру машинасы. Керемет екен. Жұма мүбәрәк болсын, бауырым. Саған да жұма мүбәрәк болсын. Алла саған береке берсін. Неге ол шыбықты жолдан алып тастадың? Жолға кедергі болған нәрсені алып тастасаң, сауап болады. Ой, рахмет, баламдар. Мархабат, отыра беріңіз. Жақсы, аман болыңдар. Тәрбиелеріңе риза болдым. Рахмет, ата. Мешіт. Ой, қандай әдемі. Жүр, тезірек барайық. Садақамызды салатын кез келді. Қарашы, жәшік осында тұр. Мұнау біздің тиындар. Алдымен сен сал. Дайынсың ба? Міне. Менде. Дыбысы қандай әдемі естіледі, ә? Әдемі ақ мешіт. Я, кірейік, ішін көрейік. Вау, қаншалықты кенер жарық. Төбедегі алып күмбезін қарашы, алтын өрнектер жарқырап тұр. Мына жазуларды оқып көрдің бе? Қолөнер сияқты. Олар Құран аяттары көк фонда алтын түспен жазыпты. Шамы жұлдыздай жарқырайды екен. Я, кристалдар аспандағы түрлі. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам, қош келдіңіз. Имам аға, біз бүгін өзімізді имам ретінде көргіміз келеді. Қалай болады? Өте жақсы ой екен, балам. Имамдық жауапкершілігі мол, бірақ жүрекке жақын іс. Мен сендерге көмектесемін. Балаларым, қазір бір пайдалы іс жасап көрейік. Мұнда мешіттегі Құран кітаптарың сөрелерде реттелмей тұр. Сендер соларды әдемілеп, жамағатқа дайындап қойсаңдар қалай қарайсыңдар? Әрине, біз бәрін түзеп шығамыз. Жан, бүгін жұмаға азан айтып, содан кейін Кәһф сүресінен оқисың. Дайынсың ба, балам? Дайынмын, имам аға. Жарайсың. Алла қабыл етсін. Бүгінгі уағыздың тақырыбы мейірім мен кешірім. Жамағатқа айтар сөздерімді жүрекпен жеткізуге дайындалып жатырмын. Қадірлі жамағат, жүрегімізді мейіріммен нұрландыру ең үлкен игілік. Жұмаға дайындалайық. Алдымен мына ақ тақияны киіп алайын. Өте жарасып тұр, Аян. Вау, сәлденің қалай оралғанын қарашы. Өте әдемі. Шынында да ерекше екен. Кигенде өзімді жауапты сезінемін. Шапандағы ақ ойла жайнап тұр. Мына жағасын қарашы. Өте нәзік жұмыс. Ішіне бір сабырлық біткендей. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Райсыңдар, кішкентай достарым. Бүгінгі сұрақтарың мен ынталарың жүрегімді қуантты. Келгендерің үшін үлкен рахмет. Алла білімдеріңді арттырсын, жүректеріңе мейірім мен батылдық берсін. Әрдайым аман болыңдар. Әмин.